Сәлем құрметті торпақтар, тельцы. Бұл сіздерге арналған сәуір айына толық жылды жорамал. Жалпы сәуірдің астрологиялық фоны туралы айтатын болсақ, сәуірдің басты жаңалығы сіздің уақытыңыздың басталуы. Яғни 19 сәуірде күн солнце торпақ белгісіне өтеді. Бұл кезде сіздің өміріңізге жаңа қуат, шабыт, табындылық сыйлайтын болады ол уақыт. Сонымен қатар ретроградты планеталар шеруі аяқталып, әлем қайтадан жылдам қарқынмен алға жылжи бастайды. Яғни сәуірдің соңында сіздің туған күндеріңіз басталған кезде бұл сіздің жеке жаңа жылыңыз деп айтуға болады. Сондықтан әсіресе 27 сәуірде жаңа ай сіздің белгіңізде туады. Сол кезде сіз осы өзіңіздің күніңізге көңіл бөліп, келесі 12 айға жоспар құруға өте тиімді уақыт. Сонымен қатар өз стиліңізді өзгертуге, сол күндері шаш үлгісін ауыстыруға, немесе шопинг жасауға шабыт келеді. Өмір салтын жаңартып, жаңа мақсаттар қою кезеңі басталады. Қаржы мен покупка сатып алулар туралы айтатын болсақ, 3 сәуірде Венера мен солтүстік түйін бірігеді. Бұл күні қалаған затты алуға шешім қабылдайсыз, немесе осыған дейін қарап жүрген үлкен бір дүние болса, ескі армандарыңыз орындалуы мүмкін, және материалдық қуанышпен байланысты эмоциялар күшейе бастайды. 6 сәуірде күтпеген қаражат түсуі мүмкін, немесе бұрынғы тапсырыстан пайда аласыз. Мүмкін, егерде мысалы сізде бизнес болса, сіз қандай да бір партия тауар немесе қандай да бір қызметті көрсетіп, оның төлемі осыған дейін ала алмаған болсаңыз, немесе қандай да бір мүмкін планета ретроградтық жүрісте болғанда сізде қандай да бір техникалық жаңа күйзелістер болған шығар, немесе жаңа банкпен жұмыста жаңа кейбір қағаздар, операциялар жүрмеген болса, қазір соның бәрі шешіледі. Яғни осыған дейін болып кеткен қызмет, немесе болып кеткен қандай да бір операция, немесе қандай да бір болып кеткен шаруаның қазір нәтижесін көресіз, немесе соның қазір пайдасын көресіз. 7 сәуірге дейін Меркурий планетасы ретроградта болады. Бұл бұрынғы достар, әріптестермен қайта байланыс орнайтын уақыт. 14 сәуірде Сатурн мен түйін тоғысады. Бұл күні уәде бермеу керек адамдарға, себебі оны ұстайтыныңызға сіз өзіңіз сенімді болмайсыз. Сондықтан ешкімге уәде бермейміз бұл уақытта. Және күрделі кармалық байланыстар пайда болуы мүмкін. Кармалық байланыстар дегеніміз не? Кармалық байланыстар деген сізді қандай да бір тәжірибе арқылы бір нәрсеге үйрететін қарым-қатынастар адамдармен. Яғни өміріңізде сізге бір адамдар өміріңізде пайда болуы мүмкін, немесе танысуыңыз мүмкін, немесе қазір бар адамдар болса да солармен қарым-қатынаста сіз бір нәрсені өзіңізге түйу керексіз, үйрену керексіз. Бірақ ол оңай болмайды. Сондай қарым-қатынасты немесе байланысты жаңағы кармический байланыс деп айтылады. Яғни ол адамдар біздің өмірге бізді бір нәрсе үйрету үшін, немесе алдымызда күтіп тұрған жаңағы жаңа деңгейге өту үшін соған бізді дайындайтын адамдар. Ол бала да болуы мүмкін, ол әріптес те болуы мүмкін, ол сіздің партнер, жұбайыңыз болуы мүмкін, әртүрлі адам болуы мүмкін. Бірақ сол адаммен қарым-қатынаста сіз өзіңізге бір нәрсені түсініп, бір нәрсені үйреніп, жаңа алдыңызда күтіп тұрған нәрсеге сізді дайындайды. Соны айтады кармалық жаңағы байланыс деп. 12 сәуірде сезімдерді жасыру, шындықты толық айтпау қажеттілігі туындауы мүмкін. Бұндай уақытта біз кейде черная луна туралы айтқанда негізі түсіндіргенмін, басқа осы наурыз айының жылды жорамалына, кейде аспандағы планеталардың аспектілері біздің бойымызда кішкене сенімсізділік, немесе кейбір нәрселерге мұқият қарау керек болады, немесе кейбір нәрселерге біздер жаңағы сенбей, кейде іштей жаңағыдай белгісіздік
сезімі болуы мүмкін. Сол осындай кездерде жаңағыдай 12 сәуірде мысалы сізде сол өзіңіздің кейбір сезімдеріңізді жасыруыңыз мүмкін, немесе кейбір қарым-қатынастарда толық сізден сұраған нәрседе немесе қарым-қатынасты біреумен талқылайтын болсаңыз кейбір нәрселерді соңына дейін немесе ашықтай толық айтпауыңыз мүмкін. 13 сәуірде толық ай таразы белгісінде болады. Бұл сіздің 6-шы үйіңізде өтеді. 6-шы үй бізде жұмыспен байланысты. Жұмыстағы бір істі аяқтайсыз бұл кезде, немесе курсты, немесе емдеу процесін тәмамдайсыз бұл уақытта, немесе тұрмыстық үй шаруасындағы шаруа бітеді. Яғни бұл жеңілдікпен босатылу кезеңі. Не болғанда да айтылған жоғарыда жаңағы шаруаның біреуі, сізде соны бітіресіз, түбіне жетесіз. 18 сәуір Марс планетасы 4-ші үйге өтеді. 4-ші үй бізде отбасы, үй, жылжымайтын мүлік үшін жауап береді. 18 сәуірден 18 маусым аралығында жөндеу, көшу, үй сатып алу, үй сату мәселелермен айналысасыз. Туыстармен тығыз байланыс болады. Әсіресе көптен көрмеген, мүмкін наурызда көріспеген адамдарға өзіңіз барып кетуіңіз мүмкін. Сонымен қатар балаларға көмектесу және үйде өз беделіңізді сақтау маңызды болады бұл уақытта сіз үшін. 21 сәуір күн мен Марс планетасының арасында шиеленісті аспект болады. Сіз үшін бұл кішкене стресс болуы мүмкін, немесе кішігірім стресс болуы мүмкін, немесе сіздің отбасыда кім басты деген сұраққа дау туындауы мүмкін. Бұл уақытта сізде негізі үй іші проблемалары сыртына шығуы мүмкін. Және егер де бұған дейін сіз оған көп көңіл бөлмеген болсаңыз, қазір сіз үшін бұл маңызды болады. Өзіңіздің үй ішінде рөліңізді көрсету, адамдарға өзіңіздің ойыңызды жеткізу. Сондықтан отбасында жаңағыдай кім басты, кім не үшін жауапты деген сұрақты талқылайсыз. Және кішкене күн мен Марстың жаңағы шиеленісті аспектісі үшін бұл сұрақты талқылаған кезде дау туындауы мүмкін. Сондықтан өзіңіздің эмоцияңызды кішкене реттеп қарау керек. Және бұдан басқа бұл жерде аяқ астынан үйдегі кикілжеңдер пайда болуы ықтимал осы уақытта. 5 сәуірде жұмыс, жаңағы келісім шарт пен карьера туралы айтатын болсақ, 5 сәуірде Марс пен Сатурн планеталарының қолайлы, жақсы, гармоничный аспектісі болады. Сіз үшін бұл бұрын аяқталмаған істі тағы бір рет бастауға тамаша сәт болады. Яғни, егер де осыған дейін сізде қандай да бір жобаны бастап тастап кеткен болсаңыз, қандай да бір оқу, курстарды, бір сабақты болсын, жаңағы сертификат алатын болған болсаңыз, мүмкін праваға жаңағы машина айдауды үйреніп соны бастап тастап кеткен болсаңыз, қандай да бір нәрсені бастап тастап кеткен болсаңыз, қазір соны қайтып қолға алып, жалғастырып бітіруге өте тамаша уақыт. Яғни оңайырақ болады сізге. Себебі Марс планетасы бізде энергия береді әрқашан, ал Сатурн ол барлығын тоқтатып тұратын, кішкене қиындатып тұратын планета. Ал мына жерде сізде Марс пен жаңағы Сатурн гармония жасап тұр. Яғни сізде тоқтап тұрған, немесе қиын болып тұрған процестерге қазір энергия пайда болады. Сонымен қатар ескі жобаларыңыз сәтті аяқталуы мүмкін. 16 сәуір Меркурий планетасы сіздің 12-ші үйге өтеді. Бұл уақытта сөз азайып, ой көбірек болады, көп ойланатын боласыз. Көп сөз сөйлемей, көбінесе әрекеттер жасайтын боласыз. Және сонымен қатар өткенмен байланыс болуы мүмкін. Іштей өзіңізді талдау кезең, яғни іштей өзіңізге анализ жасауыңыз мүмкін. Бұл уақытта жұмыс орнында тыныштықты қалауыңыз мүмкін. Сонымен қатар дистанциялық келісімдер сәтті өтеді. Яғни онлайн,
немесе басқа шетелде басқа қаладағы егер де бизнес серіктестеріңіз болса солармен жақсы келісімдер болуы мүмкін. 17 сәуірде Меркурий және Нептун планеталары тоғысады. Сіз үшін бұл объективті шешім қабылдау қиын уақыт болады, яғни объективті көзбен қазір қарай алмайсыз. Өзіңіздің эмоцияларыңызға беріліп, кейбір шешімдерді дұрыс емес қабылдауыңыз мүмкін. Сондықтан кішкене оларды басқа уақытқа қалдырған дұрыс. Және бұл кезде 17 жаңағы сәуірде уәделерге сену өте қауіпті. Сондықтан біреуді тыңдағанда да, біреумен келіссөздерге келгенде кішкене мұқият болыңыз. 27 сәуірде жаңа ай және сіздің жаңа жылыңыз басталады. Бұл кезде өзіңізге арнап бір күн өткізгеніңіз дұрыс. Және жаңа жоғарыда басында айтылғандай, жаңа киім алуыңыз мүмкін, толық өзіңіздің гардеробыңызды өзгертуіңіз мүмкін, жаңа стиль таңдауыңыз мүмкін. Бұның бәрі сыртқы өзгеріс болғанымен сізге іштей қуат береді, іштей өзгертуі мүмкін. Өзіңізді қалай сезінетініңізді өзгертуі мүмкін. Ал сіз өзіңізді жаңағы самооценкаңыз өсіп іштей өзгерсеңіз, әрине оны сырттағы адамдарда байқап, ол сіздің сырттағы бейнеңізге де, сырттағы жаңағы адамдармен қарым-қатынасыңызға да, тіпті жұмыс орнында да басқаша адамдарға жаңағы эффект жаңағы беріліп, өзіңізді басқаша көрсетесіз деп айтуға болады. Бұл уақытта сонымен қатар тыныш ортада мақсаттарыңызды жазып алғаныңыз дұрыс. Сондықтан жаңағы айтқандай өзіңізге бір күнді арнайы орнап, алдыңғы осы жылға осы уақытта ревизия жасап, мақсаттарыңызға өзіңізді өзіңіз тыңдап, эмоцияларыңызды реттеп, мақсаттар қойған дұрыс. Осы сәтте жасаған тілектеріңіз алдағы айларда жылдам орындалуы әбден ықтимал. 20-30 сәуір аралығы бұл аспанда үлкен крест болады планеталардан. Бұл кезде аспан өте шиеленісті болады. Жеке қарым-қатынаста әсіресе ер адамдармен қақтығыстар болмауын қадағалағаныңыз дұрыс. Және бақылау, сенім, көшбасшылық деген нәрселер сізге қазір басты тақырыптар болады. Жұмыс орнында күтпеген тексерістер болуы мүмкін, және өзгерістер болуы мүмкін аяқ астынан. Бірақ сәуір сонда да торпақтар сіздер үшін жаңағы басында айтқандай жаңа өмір кезеңінің басталуы, сондықтан жеке армандарыңызды басты орынға қойыңыз, өзіңізге сеніңіз және өз бақытыңызды шынайы түрде құрыңыз. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Бұл ай сізге жаңару, жеңілдік және шабыт әкелсін. Тағы да кездескенше арнаға жазылып кетіңіз.